Сейфолла біз үшін де бөтен адам емес, біз ол кісіні танимыз. Сондықтан да біз осы жерде енді көрерменнің алдында барлығы ашық болсын деп өзімен сөйлестік, өзінен сұрадық. Содан кейін сол Сейфолланың берген жауабы бізде бар еді. Тыңдап алсақ бірге қазір. Саламатсыз ба, қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Мен қазір жұмыс сапар бойынша кетіп бара жатырмын. Содан кейін звонокқа жауап бере алмай тұрмын ғой. Мен ешкімге ешқандай ақша берген жоқпын. Ғалымжанға да, мен даже Ғалымжанды почти бір апта болды көрген де жоқпын. Мен жұмыстармен даже қазір Алматыда емеспін. Бүгін енді ғана барайын деп жатырмын. Я, бізге енді осындай жауап айтылды. Сәйкес келді Абылайханның жауабымен. Неге? Себебі Абылайхан өткен жолы айтқан еді ғой, мен өзім Сейфоллаға сол күні хабарластым, сұрадым деп, және Сейфолла да дәл сол сөзді растап тұр, яғни ешқандай ақша берілмеген. Абылайхан, ал. Мысалы, саламатсыз ба, Бауырсахан? Қайырлы күн. Барша халыққа ассалаумағалейкум. Енді мен туралы да жаман ойлап отырған жала жапты деген сияқты. Мен жала жапқан жоқпын Бауырсахан жігіттерге. Тек қана бір өздерінен сұраған болатын, мені бір алдау барысында бір артық әңгімелер айтқан болатын. Соны да ескере отыра осы эфирде ол әңгіме қозғалды. Және де кеше де Ғалымжанның осы жерде отырып айтып отырды, өзіңіз де білесіз, мен 200 мың, 500 мың, 1 миллионға дейін айлық аламын Сейфолладан жаңағы жұмыс істеп жүрген жерінен деген. Сондықтан қазір енді өздеріңіз естіп отырсыздар, осы сияқты мен де бір алданған адамдардың қатарындамын да. Осыдан кейін қалай бір адамға бір жаман ой келмейді. Мен бір